көрді, тексерді, айтты жүк не екенін. Кешегі государственный больницалардың қаншауына барып, туда-сюда жүгірдік. Снимок барлығы дайын. 200 мың теңге кіргенде операцияға келді. Осы жетпей отырған енді. Шымкентке кетем ау деймін. Шымкентке бару керек больницаға енді. Через портал операция істетсең оңайлау болады, арзандау болады. А так 200 миллион теңге кетеді дейді. Ойнап күліп жүргенмен ішімде толы мұң деп қанша айтамын осы машина. Түсінбестен. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен Даниярмен жол оқуға бара жатырмын. Бүгін Асхат ағаның туылған күні, бірақ өкінішке орай бара алмаймын. Өйткені Даниярға және Айнураға бүгін бірге пикникке барамыз деп, және Көктөбеге барамыз деп уәде етіп қойып едік. Жоспарлап қойғанбыз, сол үшін де бүгін бара алмаймын. Және ертең бізден бұйыртса әдемі видео күтіңіздер. Баратын шығармыз, Данияр екеуміз бірге көреміз. Және мына таксиде, короче, 1 минуттан кейін болады деп тұрғанына уже 10 минут болған шығар. Жаңа шақырту салған кезде точно адрес бәрі көрініп қапты, оны маған оқырмандарым жіберіп жатыр. Негізі мен түсінгенім, ондай нәрсеге аса мән бермейді екенмін, себебі кеше билетті салған кезде тоже удостоверениеде ЖСН көрініп қалды. Негізі жалпы сақ болу керек. Оразаның бірінші күннен бастап вообще қиналу болмады, но почему-то бүгін соңғы күнде мен таңертеңнен бастап қатты шөлдеп тұрмын. Шайтаным түртіп жіберді ма, чуть-чуть қалды ашып жіберуімен, бірақ өзімді сабырға шақырып шыдап тұрмын.